Саламатсыңдар ма? Бүгін математика сабағының 99-шы сабақ логикалық есептер тақырыбын өтеміз. Тақырыптағы барлық есепті талдап шығарамыз, сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Есептеп алдымен қай табиғат құбылысы орын алатынын анықта. Жауапты өсу ретімен орналастыр. Яғни бізден сұрап тұр. Алдымен найзағай ма, кейін күн күркіреу құбылысы орын алады ма деп. Сонымен 451 көбейтілген 203 азайтылған 444.444 бөлінген 11 қосылған 3789. Енді осы тапсырманы орындаймыз. Алдымен көбейту амалы орындалады. 451-ді 203-ке көбейтсек 91553. 444.444-ді 11-ге бөлеміз. 40.404. Шыққан мәндерді бір-бірінен азайтамыз, сонда 51.149 шығады. Осы мәнге қосамыз 3789-дан. Сонда 54.938 шығады екен. Кейін, мына екінші тапсырмада көбейту таңбасын бірінші орындаймыз. 27-ге 35-ті көбейтеміз 945. 11258-ден азайтамыз 945-ті 10313. Кейіннен 56-ға көбейтеміз 640-ті 35840. 35840-тан азайтамыз 10313-ті, сонда шығады 25527. Кейін сол шыққан мәнге 374.498-ді қоссақ 400.025 шығады. Екеуін өсу ретімен жазсақ, алдымен 54.938, кейіннен 400.025 жазылады. Демек, ең алдымен табиғатта найзағай, кейіннен күн күркіреу құбылысы орын алады екен. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Екінші тапсырма. Бізде 5 бұрыш жасау үшін қағаздан ені 3 см болатын мынандай ұзын жолақша қиып аламыз, кейін оны түйіндеп байлаймыз. Сол түйіндеп байлаған кезде жыртылып кетпейтіндей етіп қатты тартсақ, бізде мынадай 5 бұрыш шығатынын көреміз. Оны қазір мектепте сабақтың үстінде практикалық жұмыста орындайсыңдар. Үшінші тапсырма. Сен суреттен неше үш бұрышты көріп тұрсың? Мұнда берілген суреттен енді қанша үш бұрыш бар екен санап шығайық. Алдымен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 бұрышты байқаймыз. Мінекей 13 бұрыш. Әрқайсысын әр түрлі түспен бояп шықтық. Келесі қызыл түсті бір үш бұрышты аламыз. Ол мына үш бұрышқа уже ұқсамайды, бұл басқа. Енді сарғыш үш бұрыш. Дәл осылай 5 үш бұрышты табамыз. Келесі тағы да 5 үш бұрыш шықты. Кейіннен үлкен үш бұрыштарды есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5 үш бұрыш бар екен. Енді ішкі үш бұрыштарды есептейік. 1, 2, 3. Енді тағы да астында бізде 5 үш бұрыш шықты. Барлығын санасақ, бізде суретте 33 үш бұрыш бар екен. Енді тапсырмасында қарындашты қағаздан ажыратпай жұлдыз сала аласың ба дейді. Қарындашты мұнда қоямыз, енді түзу сызық жүргіземіз. Мінекей, қарындашты қағаздан ажыратпай біз жұлдыз сала алады екенбіз. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Төртінші тапсырма. Берілген фигура 1/7 шаршыдан тұрады. Оның периметрі 112 см-ге тең. Фигураның ауданы нешеге тең дейді. Бізге белгілі мына фигураның периметрі. Енді бізге белгілі мына фигураның әр кесінділерінің қосындысы бізге периметрлі берілетін. Енді мына кесінділерді санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Демек,
112 сантиметрді біз 16-ға бөлеміз. Сонда 7 сантиметр шығады. Бұл тапқанымыз шаршының бір қабырғасының ұзындығы. Енді шаршының бір қабырғасы мінекей 7 сантиметр, мынау 7 сантиметр. Оның біз ауданын есептей аламыз. S тең А көбейтілген Б, яғни екі қабырғасының көбейтілісі 7-ге 7-ні көбейтсек 49 сантиметр квадрат. Ал мына фигураның ауданын есептеу үшін біз сол тапқан 49 сантиметр квадратқа көбейтеміз 7 сантиметр немесе 7 шаршыны. Сонда шығады 343 сантиметр квадрат. Есептің жауабы фигураның ауданы 343 сантиметр квадратқа тең. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Есепте және дұрыстығын тексер. 256.500-ді 27-ге бөлеміз, 9.500 болады. Ал дұрыстығын тексеру үшін осы шыққан мәнді қайтадан мына бөліндіге көбейтіп тексереміз. Сонда мына бірінші санымыз шығу керек. Сонда 9.500-ді 27-ге көбейтсек, 956.500-дің өзі шықты. Тапсырма дұрыс орындалыпты. Келесі. 256.626-ны 807-ге бөлеміз. 318 кері жорып тексерсек, 256.626-ның өзі шықты. Дәл солай қалған бөлінділер орындалды. Келесі тапсырма. 6-шы есеп. Мына кесінділердің арасында бірдейлері бар ма? Суреттегі найзағалардың ұзындығын сызғыштың көмегімен тексер. Мұнда берілген әр найзағай кесінділерінің ұзындығын есептейміз. Сонымен біріншісін есептейміз. 16 мм-ге тең, екіншісі 16 мм, үшіншісі 14 мм, 16 мм, 18, 13 мм екен. Демек, бізде есептің жауабында жазамыз. Бірдейлері бар, ол бізде міне 16 да 16 мм. Біздің көзімізге мына екеуі бірдей емес секілді болып көрінуі мүмкін. Мына жанындағы сызықтардың кесірінен бұл бізде сағым деп аталады. Енді келесі, мына фигуралардың қайсысы ең ұзын немесе олардың ұзындықтары бірдей ме? Сызғыштың көмегімен есептейміз. Бірінші тіктөртбұрыштың ұзындығы 20 мм, келесі мына шаршының ұзындығы 15 мм, мына шаршының ұзындығы 15 мм екен. Демек, мына фигуралардың ең ұзыны бірінші берілген фигура, яғни тіктөртбұрыш екен. Келесі, мына 2 және 3 суретте берілген фигуралардың ұзындықтары тең. Б тапсырмасында қай дөңгелек үлкен? А немесе Б дейді. Жауабыңды сызғыштың көмегімен тексер дейді. Мына А және Б шеңберлердің диагональдарын есептейміз. Сонда А тең болады бізде 8 мм-ге, бұның ұзындығы 7 мм-ге. Есептің жауабына жазасыңдар А дөңгелегі үлкен деп. Енді 6-шы тапсырмасында бізде берілген қыздардың ең бойы ұзыны қайсысы? Жауабыңды сызғыштың көмегімен тексер деп. Бірінші қыздың бойы 24 мм, екінші және үшінші қыздардың бойын тексерсек 23 мм. Демек, есептің жауабы бірінші қыздың бойы ұзын екен. 7-ші тапсырма. 15 таяқшаны суретте көрсетілгендей орналастыр дейді. Мінекей бізде барлығы 15 таяқша көрсетілген. Артық таяқшасыз 5 шаршы шығатындай етіп 2 таяқшаның орнын ауыстыр. Ал 15 таяқшаны пайдаланып, біз фигураны сызайық. Енді мына жерде 2 таяқшаны алып тастаймыз, мінекей ол тұр. Оны мына 2 жерге жалғайық. Сонда бізде 1, 2, 3, 4, 5 бірдей шаршы шықты екен. Егер мына жерде бізге жазу керек, бірдей 5 шаршы шығатында етіп деп әйтпесе бізде мына жерде тағы да бір 6-шы шаршы пайда болып тұр. Демек, мына 2 таяқшаны өшіріп, мына 2 жерге жалғасақ, бізде 5 бірдей шаршы шығады екен. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Суреттегі шаршылардың санын анықта. Бірінші А фотосына қарайық.
жалпы бір шаршы бар. Ол бізде төртке бөлінген. Мінекей, сонда сыртындағымен 1, 2, 3, 4, 5 шаршы шықтыр. Ішінде бір шаршы берілген 6, ол тағы 4-ке бөлінген. 6-ға 4-ті қосамыз, 10 шаршы. А тапсырмасында бізде 10 шаршы бар екен. Келесі, мынаған көшейік. Бізде мына жерде шаршы тұр. 1, 2, 3, 4 және 5. Келесі, мынау бір шаршыны құрайды. 6, мынау 7, мына жердегі 8, және сыртындағымен 9, және мына шаршымен 10. Барлығы 10 шаршы бар екен. Тапсырма орындалды. Келесі. Осындай фигура құрастыр немесе дәптерге торкөз бойынша суретіңді сал дейді. Дәптердің торкөзіне дәл осы ұзындықты өлшеп аламыз және суретте берілгендей етіп бояп шығамыз. Кейін ол бояп шыққандарды түстері бірдейлерді қиып аламыз. Және мысалы мына жерде розовый түсті бізде фигура шығады, оны қиып аламыз дағыны суреттегідей орналастырамыз. Жанына мына сарыны алып келеміз. Оны жабыстырып желімде орналастырамыз. Сонда бізде мынадай кенгірудің суреті шығады екен. Балалар, тақырыптағы барлық 9 есепті талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.